Сәлеметсіздер ме балалар, қалайсыздар? Бүгін сіздермен қазақ тілі 4-ші сынып 24-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы синтаксис. Балалар, бүгін барлық тапсырмаларды орындаймыз. Сабақтың соңына дейін лайк басып, подписка кнопкасын басып, сабақтарды мұқият қарап отырыңыздар. Ендеше бізге берілген өз көзқарасымды білдіремін. 24-ші тапсырма сөз тіркесі. Сөйлемнен сөз тіркесін табуды үйренемін. 43-ші жаттығу: сөйлемді оқып, көшіріп жаз. Кішіпейіл бала үлкендерді үнемі сыйлайды. Сөйлемнен тұрлаулы мүшелерді көшіріп жаз. Баяндауыш арқылы бастауышқа сұрақ қой. Бала кім сыйлайды? Сөйлемнен бастауышты оған қатысты тұрлаусыз мүшемен бірге көшіріп жаз. Тұрлаусыз мүшеге бастауыш арқылы сұрақ қой. Кішіпейіл қандай? Бала. Сөйлемнен баяндауышты өзі қатысты тұрлаусыз мүшемен бірге көшіріп жаз. Баяндауыш арқылы тұрлаусыз мүшеге сұрақ қой. Үлкендерді кімдерді сыйлады? Үнемі қалай сыйлайды? Ендеше сөз тіркесі неден құралады? Балалар, оқып шығайық бірге. Сөз тіркесі басыңқы және бағыңқы сөзден тұрады. Сөз тіркесінің құрамындағы сөздердің байланысы сұрақ қою арқылы анықталады. Сұрақ басыңқы сөзден бағыңқы сөзге қаратып қойылады. Жаманнан, неден? Жирену, адал, қандай? Дос. Екінші, нешінші рет? Ал келесі 44-ші тапсырма: сөз тіркестерін оқып, мағынасын түсіндір. Жібек орамал. Өзеннің жағасы. Жуас ат. Сөздің мағынасы: қалың қарағай, кең сарай. Екі сыңарыда зат есімнен жасалынған тіркестерді бағыңқы сол жағына, бірінші сыңары сын есімнен, екінші сыңары зат есімнен жасалынған тіркестерді бағыңның оң жағына жаз. Өзің қалаған тіркесті қатыстырып сөйлем құрап жаз. Сөйлемдегі сөздердің байланысын сызбамен көрсет. Үлгі: Асқардың әкесі ауыр жүк тасиды. Ал ендеше жібек орамал. Өзеннің жағасы. Сөздің мағынасы: жуас ат, қалың қарағай, кең сарай. Бірінші, анам әжеме жібек орамал сыйлады. Екінші, орманды қалың қарағай басты. Үшінші, анам сыйлады, әжеме сыйлады жібек орамал. Орманды басты, қарағай басты, қалың қарағай. Ал келесі 45-ші тапсырма: берілген сөз топтарының сөз тіркестері екенін сызбаны пайдаланып дәлелде. Атаның өсиеті, қазақша сөйлеу, тақпақты жаттады, кең өлкенін. Сөз тіркесінің бірінші сыңары екінші сыңардың мағынасын анықтай түседі. Сөз тіркесінің екінші сыңары негізгі мағыналарын білдіреді арқылы сөз тіркесінің бірінші. Ал берілген сөз таптарының барлығы сөз тіркестері, өйткені сөз тіркестерінің бірінші сыңары екінші сыңардың мағынасын анықтай түседі, ал екінші сыңары негізгі мағынаны білдіреді. Ал келесі 46-ші тапсырма: мәтелді оқып, жатқа жаз. Өтірік сөз өрге баспас. Осы сөйлемдегі сөз тіркестерін сызбамен көрсет. Сөз тіркестерін дұрыс тапқаныңды дәлелдеп көр. Өрге баспас, өтірік сөз, сөз баспас. Ал келесі 43-ші тапсырма: берілген сөз тіркестерін пайдаланып, ана тілі арың бол тақырыбына әңгіме құра. Ана тілі арың бол менің отаным, қазақ тілі, тілді білсең, көп тіл, мемлекеттік тіл, ұлт өкілдері. Ана тілі арың бол. Менің отаным Қазақстан. Қазақстанда 130-дан астам ұлт өкілдері тату-тәтті өмір сүреді. Еліміздің мемлекеттік тілі қазақ тілі. Қазақ тілі әлемдегі тілдердің ішіндегі ең бай, келбетті тілдердің бірі. Қазақ тілі қазақ халқының тілі. Қазіргі таңда көп тіл білу заман талабы болып табылады. Десе де, өз ана тілің қадірлі байлығың. Өзге тілді білсең де, өз ана тіліңді жоғары мәртебеде ұстауың қажет. Ал балалар, осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.